Қазақстан полициясы Армениядан әкелінген көлікті тіркеу шараларының аяқталуына 10 ай қалғанын ескертті. Айта кетейік, Қазақстан азаматтарына тіркелген және 2020 жылдың 1 ақпанына дейін әкелінген көлікті жеңілдетілген тәртіппен есепке қоюға рұқсат берілген. Биыл наурыз айында Армениядан келген көліктерді тіркеу мерзімі 2023 жылдың 1 наурызына дейін ұзартылды. Себебі коронавирус пандемиясы кезінде шектеу шаралары көп болып, көлікті елден шығару жағынан қиындық туындаған. Осылайша бүгінде Арменияда тіркелген және 2020 жылдың 1 ақпанына дейін Қазақстанға әкелінген көлік иелеріне өз автомобильдерін есепке қою мәселесін шешу үшін 10 айдан аз уақыт қалды, деді полицейлер. Қазіргі таңда Армениядан әкелінген көлікті тіркеу құны небәрі 13 мың теңгені құрайды. Ал рөлі оң жақтан сол жаққа ауыстырылған көлікке арнайы куәлік алу керек. Ресми статистикаға сәйкес, Шығыс Қазақстан облысында ғана 196 автомобиль тіркелген. Соның ішінде 50 көліктің рөлі сол жаққа ауыстырылған. Тіркелгеннен кейін иелеріне көлікті Қазақстанда тіркеу туралы ұлттық куәлік және сары түстегі мемлекеттік нөмір беріледі. Сонымен қатар Армениядан тіркелген автомобильдерді пайдалану мерзімі шектелмейді. Автомобиль иесі оны иеліктен шығару құқығынсыз пайдалану мерзімі туралы шешім қабылдауға құқылы деп атап көрсетті мамандар.